OLX платформасына қалай дұрыс жарнама салудың қағидаларын білмесең, онда сенің жасаған жарнамаң қате деген сөз. Баршаңызға сәлем, бұл қазақша кооператив каналы, сіздермен бірге Нәзкен Ашырбай. Бүгінгі сабағымызда OLX платформасында дұрыс жарнама салудың негізгі қағидаларымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздер үшін өте пайдалы ақпарат болады. Бүгін сіздермен OLX платформасында қалай дұрыс жарнама беруді үйренетін боламыз. OLX платформасын сіздер жүктеп алған болсаңыздар, міндетті түрде регистрация жасау керексіздер. Регистрация барысында логин пароль міндетті түрде қоясыздар. Оны жазып алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жарнама жасайтын кезде осы логин парольдарыңыз міндетті түрде керек болады. Енді OLX платформасына кірдік. Бұл басты беті. Осы жерде қарайтын болсаңыз, міне мына жерде Вес Қазақстан деп тұр, және дәл қазіргі уақытта сіздің OLX-іңізде жасалып шығып тұрған объявлениялардың саны 3.504.166 объявление шығып тұр екен. Жалпы OLX платформасы өте кең ауқымды платформа болғандықтан, мұнда барлық Вес Қазақстан бойынша адамдар өздерінің тауарларын, қызметтерін, саудасын жасап, яғни айырбас жасап отырады екен. Төменгі жағына қарайтын болсаңыздар, главный рубрика деп тұр, яғни бізді керекті ең басты рубрикалардың тізімі. Яғни сіз қандай қызмет жасайсыз, соған байланысты өз рубрикаңызды таңдайтын боласыз. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай қызмет бойынша электроника, үйге арналған, жұмысқа арналған, сән мен стильге байланысты, балаларға арналған, көлікке, демалысқа арналған, жануарларға арналған және тегін де берілетін рубрикалар бар екен. Өзіңіздің профиліңізді жақсылап толтырып алғаннан кейін подать объявление дегенді басасыздар. Мына жерге қарайтын болсаңыздар, яғни бізде терезе ашылды. Сіз подать объявление басқан кезде осындай терезе ашылады. Осы терезеде мына қарап отырсаңыздар, укажите название деп тұр. Яғни біз бұл жерге өзіміздің қызмет тауарымыз бойынша нақты атауын жазу керекпіз. Яғни бізді клиент қалай, не деп, не үшін іздейді, осы сөзге көбірек мән беру керекпіз. Яғни сіз қандай қызмет услуга жасайсыз, сол бойынша өзіңізге керекті кілт сөздер жазасыз. Ең оңай жолын көрсетейін. Кілт сөздер жазу керек, яғни ключевое слово. Оны қайдан аламыз? Яғни сіздер Google формаға кіресіздер. Мына жерде поиск деген жерге популярны запросы OLX деп жазасыз. Сізге осындай көптеген запросқа байланысты сөздерді шығарып береді. Ең алғашқысын басасыз. Міне қарасаңыздар, сіздерге терезе ашылды. OLX платформасы әр 2 күн сайын осы жерді обновление жасап тұрады. Яғни популярный қандай запростар бар бүкіл Қазақстан бойынша, сол бойынша сіздерге сөздерді дайындап беріп отырады. Қарап отырсаңыздар, смарт сағаттар өте қазір ауқымды сұранысқа ие екен. Қарасаңыздар. Одан кейін қалалары бойынша квартира, жаңағыдай ноутбук, диван деген сияқты бұл заттар мысалы көп қаралады екен. Осы бойынша сіздер өздеріңіздің услугаларыңыз бойынша осы кілт сөздер осы жерде бар болса, соны басу арқылы көре алады екенсіздер. Одан кейін төменге түсетін болсақ, қалалар бойынша өздеріңіздің қай қалада тұрасыздар, сол қалалар бойынша да таба алады екенсіздер. Оң жағына қарайтын болсаңыздар, услуга бойынша, мода стиль бойынша, детский мир, недвижимость, электроника, хобби, трансфер, дом, сад, жануарлар, жұмыс бойынша да адамдар кім қалай іздейді. Қарап отырсаңыздар, техничка, без опыта деп іздейді екен, разнорабочий, повар, продавец, удаленная работа, күнделікті төленіп отыратын ақы бойынша, жаңағыдай требуется деп мысалы көп адам жұмыс іздейді, күнделікті деп іздеу мүмкін. Сол сияқты кім қалай іздейді, сол бойынша өздеріңіз таба алады екенсіздер. Дәл қазіргі моментте, дәл қазір маған массаж саласы бойынша қызмет керек, сондықтан мен массаж таңдаймын. Соның ішінде балаларға арналған массаж, яғни курс оқыту.
детский массаж деп қарайтын болсаңыздар, сіздерге екі рубрика бойынша таңдап тұр, иә? Сіздерге шығарып тұрмын. Бұл жерде курс обучения бар и тек қана детский массаждарды на выезд домға барып, үйлеріне барып жасауға арналған екі түрін көрсеткен. Дәл қазіргі менде обучение репетиторство болғандықтан мен осыны басамын. Яғни қарап отырсаңыздар, міне сіздерге барлық осы обучение бойынша сіздерге сөздерді басқа объявленияларды конкуренттеріңіздің жарнамаларын шығарып берді. Мына жерде қарасаңыздар, профессиональные курсы массажа, детский массаж, рассрочка деп жазып қойыпты. Курсы детский массаж, диплом и работа деп қойған, мысалы. Бірдеңе трудоустройство деп қойсаңыздар да болады. Рассрочка бар екен. Мына қарап отырсаңыздар, дисплазия, кривошея, ДЦП деп тұр. Қазіргі екінің бір баланың денсаулығында кездесетін осы аурудың түрлері, осыған мысалы кілт сөз ретінде осыны қолданған екен. Яғни аналардың балаларында кездесетін ауру түрі болғандықтан осы сөзге аналар тоқталып, өзі оқу арқылы өз баласын өз аялы алақанымен емдеуге неге болмасқа деген яғни курсты оқып алу мүмкін. Осы кілт сөздерді қарап отырсаңыздар, свидетельство, выдаем сертификат деп тұр, скидка деп тұр, мысалы диплом беріледі деп тұр. Яғни сіз өзіңіздің жаңағыдай курсыңызға қатысты сөздерді осы жерден теріп көріп аласыз. Яғни бұл сіздерге өте оңай. Өздеріңіз ойланып отырмайсыздар, иә, мен қандай кілт сөз жазсам екен, мені кім қалай іздейді екен деп емес. Осы жерлерде конкуренттеріңіздің сөздерін алып, бір үлкен жақсы сөз құрастыра аласыздар. Енді қайтадан өзіміздің сервисімізге оралайық. Бұл жерде мысалы сіздерге, например, iPhone 8 деп қойғанда, iPhone 8 деп қойған сіздерге, осы бойынша сіздер мына жерге детский массаж, обучение дейміз, выдается сертификат, рассрочка. Детский массаж, обучение, выдается сертификат в рассрочку дедік. Балалар массажы деп жазып қойсақ та болады. Бұл жерге 70 символға дейін сыяды. Не қарап отырсаңыздар, уже екі әріп сыймай қалды, е? Массаж деп қойсақ та болады. Жаңа біз конкуренттерімізді көргенімізде детский массаж деп тұрды, обучение деп тұрды, выдается сертификат деп тұрды и рассрочка деп тұрды. Болмаса мына жерге скидка деп қойсақ та болады, мысалы шоп цена деп қойсақ болады, болмаса скидка деп қояқ. Негізі жазсақ та жазбасақ та болады, осылай жазып қалдыра салайық. Енді сіздерге айтатыным, бұл кілт сөздерді мұқият конкуренттеріңізді зерттеп, жаңа мен айтқан Google формаға популярный запрос деп іздеу арқылы осы жерге толыққанды жазып 70 символға дейін жазып қояды екенсіздер. Одан кейін категория деген таңдаймыз. Категорияда қарап отырсаңыздар, красота и здоровье деп тұр. Мысалы, бұл жерге маған курс репетиторство керек негізінде. Сондықтан мен курс репетиторствоны таңдауым керекпін. Услуга деп тұр. Мода и стиль деген так. Услуга красота здоровье. Так, мына жерде маған массаж керек. Массаж. Так, менде курс репетиторство деген шықпай тұр.
Одан кейін міндетті түрде бірінші на главныйда қандай сурет тұрады, ең басты бетте соны қоясыздар. Бұл жерге 8 суретке дейін сыяды, яғни балаға массаж жасап жатқандықтың суреттерін біз алып қоямыз. Яғни маймен түскен суреттері бар, балаға массаж жасап жатқан суреттерін қойсақ болады. Яғни бұл клиентке сенімділік береді, өзіңіздің тауар қызметіңізде сенімділік ұялату үшін нақты суреттерді қойғаныңыз дұрыс. Одан кейін рубриканы таңдап болдық, суретті таңдап болдық. Сіздің жарнамаңызға байланысты бұл жерде бізде цена жоқ, бірақ цена жазылатын жерге сіз міндетті түрде ценаны жазу керексіз. Яғни минимальный цена қандай болады? Сізде мысалы бағасы, яғни міндетті түрде жазылу керек. Егер де сіз баға бойынша шешім қабылдамаған болсаңыз, егер сіз келісетін болсаңыз, онда договорный дегенді жазып қойыңыз керек, Егер де сіз келіспейтін болсаңыз, договорный деген птичканы қоймайсыз. Бұл жерде бесплатный беруге де болады, обмен жасауға да болады, и ценасын жазу керек. Егер де сіз тауармен айналысатын болсаңыз, егер оптом болса, оптом 10 штуктың ең аз ценасын жазып қойыңыз. Егер де розница сататын болсаңыз, розницаға байланысты ең аз суммасын жазып қоюды ұмытпаңыз. Бұл жерге описание, яғни описанияда сізге 3 міндетті түрде ескеретін жағдай бар. Мен қазір сізге көрсетемін. Алдын ала сіздер өздеріңіз жазуды жазып сақтап аласыз, Міне мына жерге жаңағыдай, егер біз курс үйрету бойынша жазсақ та болады, жаңағыдай балаларға тек қана массаж жасасақ та болады. Енді бұл жерге біз мынандай тақырып қоямыз, қалай массаж жасау арқылы айына 200 мың теңге табуға болады. Яғни бұл клиентіңізге бірден ұстап қалатын тақырып. Яғни бұны үлкен әріптермен жазып қойсаңыз да болады, кіші әріптермен жазып қойсаңыздар да болады. Яғни сіз жаңа айтып өткенімдей, сіздер өз клиентіңізді 3 қағида бойынша ұстап қала аласыздар. Яғни бірінші сізде қағида ол клиентті қалай ұстап қалу. Яғни сіз күшті тақырыпты қойсаңыз, осы күшті тақырыпты қою арқылы сіз клиентіңізді ұстап қаласыз. Яғни ол ойлану мүмкін, қалай шынымен де массаж жасау арқылы 200 мың теңге табуға болады, тұрақты айына. Қазірде балаларда өте көп экологияға байланысты жаңағыдай дәрігерлері массаж курсын тағайындап жатады. Сондықтан дәл қазіргі моментте массажды оқып алып, шынымен де осындай табыс табуға болады. Көптеген аналар оқып, қазір даже iPhone Pro Max ценасына дейінгі ақшаны тауып жатыр. Одан кейін барып, басында сіз клиентті қалай ұстап қаламын деген сөз қоясыз, ортасында, яғни клиент менен не алады, жалпы мен клиентке не нәрсе бере аламын деген дәл ортасында сізде сондай нәрсе сұрақ болу керек. Және ең соңында клиентті мен қалай ұстап қала аламын, мен өз услугама қалай клиентті әкеле аламын, іс әрекетке қалай шақырамын деп сізде сондай нәрсе болу керек. Одан кейін барып, мысалы, тақырып қойдыңыз, төменгі жағына, егер де сіз үйде отырған ана болса, сізде осындай жағдай орын алса, яғни бала көп жылай берсе, массаж нәтиже болмаса, түнде мазасыз болса, қай жер ауыратын білмесеңіз, өзіңіз массаж жасау үйренгіңіз келсе, білікті маман іздеп жүрсе деп, яғни ата-ананы сіз өзіңізге тартасыз, ең маңызды деген нәрселер жазасыз. 6 жылдық тәжірибесі бар маман ретінде сізге 10 күннің ішінде осындай нәрселерді үйретіп бере алады. Мысалы, Каспий рет бойынша бөліп төлеу қабылданады деп жазып қойсақ болады. Бөліп төлеу қарастырылған деп қоямыз. Өйткені цена бұл жерде өте маңызды. Өйткені Каспий рет өте ыңғайлы қазір бөліп төлеуге, сондықтан балаңызды сенімді қолға тапсырып, немесе, яғни сенімді қолға тапсырып, немесе
өз аялы алақаныңмен массаж жасап үйрен деп қойсақ болады. Яғни өзі массаж жасауды үйрену арқылы баласына үйде отырып жаңа емін жасай береді. Массаж айына курсқа жазылу үшін төмендегі нөмерге хабарлас деп қоямыз. Яғни біз клиентімізді әрекетке шақырып жатырмыз. Төмендегі нөмерге хабарлас деу арқылы біз оған осы нөмерге хабарлассаң, сен осындай скидканы ала аласың деген сияқты біз қоямыз. Алғашқы 3 студентке 20% жеңілдік деп қойсақ өте керемет болады. Міне қарап отырсаңыздар, дәл осындай нәрселерді қолдану арқылы біз клиенттерімізді өзімізге ұстап алады екенбіз. Тағы да қайталап өтемін, описание жазған кезде бірінші мұқият болатын нәрсе, мен клиентті қалай өзіме тартамын, екінші мен клиентке не бере аламын, үшінші клиентті қалай әрекетке шақыра аламын деген сіздерде 3 ойларыңызда сұрақ болу керек. Одан кейін сізде егерде сіз жеке тұлға болып, өзіңіз қандай да бір өзіңізге жеке басыңызға арналған мүлікті сатқыңыз келсе, телевизор, жер, үй, машина, онда частный лицо деген таңдаймыз. Ал егерде өзіңіздің жеке ипіңіз бар, бір курс сатумен айналысасыз, болмаса бір үлкен бір корпорацияның қосымша бір маманы болып жұмыс жасайтын болсаңыз, сотрудник болсаңыз, онда бизнес дегенді таңдайсыз. Одан кейін астында қарап тұрсаңыз, автопродление деп тұр. Объявление будет деактивировано через 30 дней деп тұр. Егер сіз объявлениеңізді 30 күнге салдыңыз, бірақ соның жарты уақытында, бір аптасында, 15 күнінде ол объявлениені өшіріп тастайтын болсаңыз, одан кейін барып 5 күннен кейін, болмаса 10 күннен кейін қайтадан объявление шығаратын болсаңыз, ол объявление сізде 30 күнге шықпай қалады. Неге? Өйткені сіз 30 күнді толтырмай объявлениені өшіріп тастағаныңыз үшін келесі жарнамаңыз 30 күнге шықпай қалады. Сондықтан жарнама жасаған кезде 30 күнді толтырып, келесі жарнамаңызға тағы да 30 күн алу мүмкіндігін жоғалтып алмаңыз. Контактіне информация деген жерге, местоположение дегенге міндетті түрде Түркістан болмаса өзіңіз қай қаланы жазасыз, сол қаланы қай қалаға шығарғыңыз келеді, жарнаманы сол қалаға жазасыз, шығарасыз. Біз Қазақстан бойынша бұл OLX-та таңдалмайды, тек қана жеке қаланы таңдау керексіз. Контактіне лицо дегенге, яғни өзіңіздің толық атыңызды жазу керексіз. Email адрес енгізсеңіз де болады. Номер телефона, міндетті түрде телефон номер жазасыз. Егерде тағы да қосымша 2-3 нөмеріңіз болса, үтір қою арқылы нөмерді жазып қоюға болады екен. Сонда клиентіңіз сіздің нөмеріңізді көрген кезде 2-3 нөмер тұрады, ол қалаған нөмерге, қалаған абонентке өзі қоңырау шала алады екен. Енді барлық жарнаманы жасадық, өзіміздің ключевой сөздерімізді қойдық, рубрикамыз таңдадық, жақсы фотоларымызды қойдық, описаниямызды жақсылап толтырып жаздық, дополнительная информация, яғни өзімізге қажетті частное лицо болмаса бизнес таңдадық, местоположение, контактное лицо, телефонный номерді жаздық та, енді опубликовать дегенді басамыз. Яғни бұл жерде сізде жалпы пакеттер таңдауға ұсыныс көрсетеді. Яғни бұл жерде стартовый пакет бар, 3 объявлениені тегін шығаруға боласыз, премиум, мега пакеттер бар. Бірақ мен бұл пакеттерді сізге қолдануға ұсынбаймын. Егер сіз старт пакетті 1800 теңгеге алатын болсаңыз, бұл жерде сіз 3 объявлениені тегін шығара аласыз деп тұр. Бірақ бұның да өзінің критерийлері бар. Мен өз практикамда көптеген студенттер бұл 3 объявлениені тегін шығарам деп осы пакетті сатып алып, бірақ бір ғана объявление шығарып қалған 2 жарнамасын шығара алмай күйіп кеткен болатын ақшалары. Сондықтан сізге бұл вариантты ұсынбаймын. Мына жерде
показать варианте деп тұр. Осы варианттарды қарасаңыздар, сізге мына дополнительное размещение 600 теңге деп тұр. Менің курс обучением бұл платный версияға шығады. Бұл рубрикаға байланысты. Егер сіздің рубрикаңыз басқа болса, сізге бір айға тегін шығаруға мүмкіндік береді. Жалпы объявление шығарған кезде сізге тегін 3 объявление шығаруға мүмкіндік бар. Сол себепті рубрикаға байланысты. Мысалы, мен жерге байланысты жаңандай жер сатуға байланысты, үй сатуға байланысты шығарғанымда, ол маған 3 рет тегін шығаруға мүмкіндік берген. Ал қазір рубрика мүлдем басқаша болғандықтан, бұл платный версияға шығып тұр. Мына қарасаңыз, дополнительное размещение 600 теңге деп тұр. Купить за 30 дней деп тұр. Осыны сіз басасыз. Басқан кезде жаңағындай пакет сияқты сізге дополнительно тағы да жаңағындай кликтар көп алу үшін осындай пакеттер ұсынады. Мысалы, легкий старт 400 теңге деп тұр. Бұл жерде топ объявлениеде 3 күн тұрады, вверх спискаға лақтырады 2 рет, VIP объявлениеде 3 күн тұруы мүмкін. Быстрая продажа, яғни 900 теңге төлесеңіз, жаңағы 600 теңгеге қосымша 900 теңге төлесіз. Яғни бұл жерде топта 7 күн тұрады, 3 күн жоғары спискеге лақтырып тұрады. Одан кейін турбо продажа, яғни 2800 теңге төлейсіз, қосымша 600 теңгемен. Сонда сізде 2,5 теңге болуы мүмкін. 30 күн объявлениеде тұрады, топта тұрады, 9 рет жоғары лақтырып тұрады, 7 күн VIP объявлениеде тұратын боласыз. Яғни мен осы сізге алдыңғы пакеттерден қарағанда осы пакеттерді сізге ұсынамын. Осы пакеттер сізге өте тиімді, өйткені сіз жарнамаңыздың ақшасы күйіп кетпейді. Турбо продажада, яғни топта тұрады. Жарнамаңызды топқа салмасаңыз, ол 3 күн ішінде, 1 апта ішінде төменге түсіп кетуі мүмкін, бірақ 30 күн бойы тегін сол төлеген ақшаңыз бойынша 30 күнде жүре береді объявлениеңіз, бірақ басқа конкуренттеріңіз күнделікті жарнама салынып отқандықтан сіздің жарнамаңыз төменге түсіп, ешкімге көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан қандай жарнама салсаңыз да міндетті түрде ақшаға, топқа шығаруға кеңес беремін. Егер де сіз бұл услугаларды алмайтын болсаңыз, опубликовать без рекламы деп басасыз. Сонда сіз тек қана 600 теңге төлейсіз. Бұл сізде 30 күн бойы шығып тұрады, бірақ топта тұрмайды. Одан кейін барып, способ оплаты дегенге банковская карта, киви кошелек, платежный терминал деп шығып тұр. Яғни біз банковская картаны таңдаймыз, оплатить дегенді басамыз. Сіздерде мынандай терезе ашылады, яғни номер картаңызды, карта номеріңіздің санын терес алғашқы астында тұрған. Одан кейін код, сосын қай айға дейін жарамды, артындағы CVC код, яғни 3 цифрлы сан бар. Оны өзіңізден басқа ешкімге көрсетпегеніңіз абзал. Имя владельца дегенге картаңыздың аты ағылшынша үлкен әріптермен жазылып тұрады. Соны мұқият қатесіз тереміз. Және астына номер телефоны Қазақстанды таңдаймыз. Және өз нөмірімізді жүктеп теріп қоямыз. Яғни сізге SMS келіп тұратын болады. Және OLX-қа реклама с картой салғанның бір жақсы жері комиссия 0 теңге, яғни комиссия алмайды. Осы даныйлардың барлығын тергеннен кейін сізде оплатить 600 теңге дегенді бассаңыз, автоматты түрде шамалы 1-2 секундтың ішінде Каспиіңізден SMS келеді, яғни осындай ақша алынды деген. Дәл осылай өз жарнамаларыңызды сауатты жүктейтін болсаңыздар, жарнамаларыңызда заявка болады деген ойдамын. Достар, OLX-та жарнама салу сіздер үшін өте пайдалы болды деген ойдамын. Каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.